Салам алейкум. Просто жаңа магазинге бардым. Баға деген өкіріп тұр ғой әкки. Жаңа жылдан кейін баға деген бәрі көтерілді. Қайда бара жатқанын бір Құдай ғана біледі. Бірақ та ең бір қызығы біздің қазақ халқына жақсылықты ешқайсы ойлап жатқан жоқ. Не басшымыз, не патшамыз ойлап жатқан жоқ. Қазақ біз деп айғайлаймыз, қазақ біз деп мақтанамыз. Бірақ та қай бағытта бара жатқанымызды өзіміз білмейміз. Қанша білеміз, тарихта қазақ ата бабамыз жаудан қорықпаған, Құдайдан ғана қорыққан. Ал қазір біз адамзаты Құдайдан қорықпай, патшаларымыздан қорқатын болдық. Министрлерімізден қорқатын болдық. Ал біздің ата баба кезінде патшалардан қорықпай, Құдайдан ғана қорқатын. Сонда қайда бара жатырмыз? Аллам бір сақтай көр өзімізді. Солай.